Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сабақтың ішкі құрылысы, қабық, камби, сүрек, өзек, зертханалық жұмыс номер 4. Сабақтың мақсаты: сабақтың ішкі құрылысын зерттеп, сипаттау. Жаңа материалмен танысып өтсек. Сабақ дегеніміз өсімдіктердің жер асты мүшелері мен жер үсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық тірек. Сабақ өркеннің негізгі бөлігі буындар мен буынаралықтарынан құралған. Буынаралықтардың ұзындығы бойынша сабақтың қысқарған және ұзарған деп бөлуге болады. Сабақтың қызметіне тоқтала кетсек. Біріншіден, сабақ бүршік, жапырақ, гүл, жеміс бекінеді. Екіншіден, қоректік заттар сабақ арқылы қозғалады. Үшіншіден, органикалық заттар қорға жиналады. Және төртіншіден, көбеюге қатысады. Өсімдік сабақтары шөптекті, ағаштекті немесе сүрек болып бөлінеді. Енді біздің жаңағы сабақтың ішкі құрылысы 4 қабаттан тұрады. Бірінші қабық, екінші камби, сүрек және өзек болып бөлінеді. Біз бұларды қай жерден көре аламыз? Егер біз ағашты кескенде түбірінен, діңнен немесе көлденен кескенде осы қабаттарды біз көре аламыз. Ағаштың ішкі 4 қабатын көре алатын боламыз. Енді осы қабаттан әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек. Қабық ағаштың сыртынан қаптап тұратын ең сыртқы қабаты, қорғаныш қызметін атқарады. Сабақтың ішкі қабатында маңызды өткізгіш ұлпа флоема болады. Флоема жайлы біз келесі сабақта қарастыратын боламыз. Қабықтың өзі 3 бөлімнен тұрады. Біріншіден, өң, тоз, тің. Өң дегеніміз шөптекті өсімдік немесе жас бұталардың сыртында мөлдір қабатын көреміз. Осы мөлдір қабатын өң деп атаймыз. Өң жабын ұлпадан тұрады. Сонымен қатар өң күн сәулесін ішке өткізеді екен. Келесі бөлім тоз. Тоз өсімдіктің ішке оттегін өткізіп отырады. Сонымен қатар өлі қабат қорғап тұрады өсімдіктерді. Келесі 3-ші бөлімі тің. Тің дегеніміз өсімдікке беріктік, мықтылық қасиет береді екен. Келесі қабаты камби. Камби түзуші ұлпа қабаты. Камбидің барлық жасушалары бірдей және қабық пен сүрек арасында нашар ажыратылатын жіңішке сақина түзеді. Камбидің жасушалары ұрық жасушалары сияқты тез көбейеді. Камби қабаты арқылы өсімдік жуандайды екен. Келесі қабат сүрек. Сүрек немесе оны ксилема деп те айтып жатады. Сүрек ағаш қабатының негізгі қабаты болып табылады. Ол ең қалың әрі қуатты қабат. Сүрек жасушалар алуан түрлі, сүрек құрамына әртүрлі тірек, өткізгіш, негізгі қызмет жасушалар мен ұлпалар кіреді. Сүректің өткізгіш ұлпалары тамыр арқылы өсімдіктің жер үсті бөліктеріне суды жеткізеді. Осы қызметіне байланысты оны ксилема деп те атайды. Сүрек негізгі ұлпа жапырақ жұмсағынан айырмашылығы ол жасыл емес. Бұл сүректің тірі жасушалары басқа тірі жасушалар сияқты қоректенеді, тыныс алады, өседі және зат алмасуды жүзеге асырады екен. Келесі қабат өзек. Өзек ағаш сабағының негізгі қор жинаушы ұлпасы болып табылады. Ол сабақтың ең кіші қабаты, түсі бойынша ерекшеленеді екен. Жаңадан араланған ағашты ұстап көріп анықтауға болады екен өзекті. Сүрек қатты, өлі тіректі жасушалар есебінен, ал өзек едәуір жұмсақ. Оның барлық жасушалары тірі және қоректі заттарға толы болады. Ағаш жапырақтары күз-қыс айларында фотосинтезденбейді, себебі жапырақтары болмайды. Бұл уақытта ағаш жасушалар қалай қоректенеді деген сұрақтарыңыз туындауы мүмкін. Ол үшін қоректік заттар қоры күзге қарай өзекте жиналады. Содан кейін көктемге дейін біртіндеп жұмсалады екен. Бұл біздегі жаңағы ағаш өсімдігінің ішкі құрылысындағы қабаттар. 4 қабатқа анықтама берілген.
Енді осы берілген мағлұматқа байланысты бірінші тапсырмаға назар аударсаңыздар. Бірінші тапсырмада кестені толтыру керек. Сабақтың ішкі құрылысы мен қызметтері. Бірінші, екінші, үшіншіге бұл сабақтың бөліктерін атауын жазасыздар және олардың әрқайсысын атқаратын қызметін жазуыңыз керек. Дескрипторлар сабақтың ішкі құрылысын дұрыс белгілейді. Екіншіден, сабақтың қызметін дұрыс белгілейді. Келесі екінші тапсырма. Суретте берілген сандардың орнын толтырыңыздар. Бұл жерде сіздерге ағаштың кесіндісі берілген. Бұл жерде 1, 2, 3, 4 деген сандарда анықталмаған. Соның орнын сіздер өздеріңіз толтыруларыңыз керек. Қандай жаңағы суретте нені көрсетіліп тұрғанын жазып көрсетулеріңіз керек. Келесі зертханалық жұмыс номер 4. Тақырыбы сабақтың ішкі құрылысын зерттеу. Мақсаты ағаш сабағының ішкі құрылысын қарау, жылдық сақинасын санау. Құрал жабдықтарға бізге керек. Әртүрлі ағаштардың көлденең қимасы, жуандығы 10 см және де лупа керек болады бізге. Жұмыстың барысы ұлғайтқыш шыны арқылы жуандығы әртүрлі ағаш діңінің қимасын қарап, жылдық сақиналарын табыңдар. Олардың сабақтың қандай қабатында түзілетін анықтаңдар. Жылдық сақинасын санап, әрбір ағаштың жасын айтыңдар. Екіншіден, жылдық сақинаның қалыңдығын, жұқа қалың қарап, ағаштың өсуіне әсер еткен ауа райын жағдайын түсіндіріңдер. Үшіншіден, қарастырылған ағаш қимасын оқулықтағы суретпенен салыстырыңдар. Қорытынды, кестені толтырыңдар. Бұл жерде сіздерге кестеде ағаш діңінің қимасы. Жаңа жұмыс барысында түсіндіргендей 10 см-ге дейінгі 4 түрлі ағаш қимасын таңдайсыздар. Әрине, әр жаңағы түргезге сантиметрлерін көрсетіп жазасыздар. Сол таңдаған қималарыңыздың жылдық сақинасын санайсыздар және де сабақтың қандай қабатында түзілгенін көрсетесіздер. Бағалау критерийі. Ағаш сабағының ішкі құрылысын қарап, жылдық сақинасын санай алады. Дескрипторлар жылдық сақинасын анықтай алады, сабақтың қандай қабатында түзілгенін анықтай алады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.